Елордада жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиаданың ресми ашылу салтанаты өтті. Оған мемлекет басшысы қатысып, жасанды интеллектіні дамыту, цифрландыру және дарынды жастарды қолдау мәселелеріне ерекше тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның цифрлық даму бағытын жүйелі түрде жалғастырып жатқанын айтты. Президенттің сөзінше, еліміз Біріккен Ұлттар ұйымының электронды үкіметті дамыту индексінде 193 мемлекеттің ішінде 24 орында тұр. Және орталық Азияда жаңа технологияларды енгізу деңгейі бойынша көш бастап келеді. Сондай-ақ былтырғы жолдауда жүктелген міндетке сәйкес алдағы 3 жылда Қазақстан толық цифрлық мемлекетке айналуы тиіс екенін атап өтті. Мемлекет басшысы 2026 жылдың цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жариялануы осы стратегиялық мақсатты жүзеге асыруға бағытталғанын жеткізді. Президент қазақстандық оқушылардың халықаралық жүйе олимпиадаларындағы жетістіктеріне тоқталып, өткен жылы ұлттық құрама 3 алтын, 1 күміс және 3 қола медаль жеңіп алғанын еске салды. Сондай-ақ дарынды жастарды тәрбиелеп жүрген ұстаздар мен тәлімгерлерге алғыс білдірді. Биылғы халықаралық олимпиадаға әлемнің 106 елінен 500-ден астам оқушы қатысып жатыр. Олар жасанды интеллект модельдерін әзірлеу және автономды роботтарды бағдарламалау бағытында өзара бақ сынайды.